Барлығыңызға сәлем. Сіздермен бірге Ауыл әлемі арнасы. Бүгін 4 наурыз 2026 жыл. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Бұлақты ауылының ауа райы боран, қар аралас жаңбыр сондай болып жатыр. Айтайын деген нәрсем, біздерде 30 шақты тауық бар еді, 30-дан астам. Соның енді қазіргі қалғаны 26 ма 27 тауық қалды ғой. Ит қырып жатыр. Бір қаңғы ит жүр, ұстай алмай жүр. Сол аш болған кезде біздің үйге келеді ғой. Біздің үйге келіп, алдында, көз алдында бір тауықты жеді. Бұдан сауысқаны бар міне. Сауысқандар жұмыртқаны оймай жатыр. Мынау есігі міне, ашпай жатыр. Себебі ит бар, сауысқаны бар, барлығы бар. Олардың таңнан бермей жатыр ғой, міне көріп тұрсаңыздар, сауысқандар тек мені аңдып жүр, тек кеткенін қалап. Қашан біздер үйге кіріп кетеміз, тек келеді да жұмыртқа да барлығын алып білгендерін істеп жатыр. Міне мына иттің жегені. Мынау біздің тауық міне. Кеше ғана жеп кеткен. Мынау басы міне. Бір қаңғы тазы жүр. Боран Ақтөбеде. Мына тауықтарға келетін болсақ, тауықтар қазір ішсе. Мына іштері енді тазарту керек. Бір 2 күн болды тазартылмағанына. Мына тауықтар әбден үркіп қалған, шығуға қорқады далаға. Иттен алдында деген 7-8 метрге ұшып кеткен ғой мыналар. 7-8 метрге иттен қорқып. Біреуін жаралы, мынаны жаралы қылып тастаған мына қонақта отырғанды. Брама шатыс тауықты. Ең содан шығармай отырмыз. Міне кеше ғана 8-9 жұмыртқа алып жатыр. Туып жатыр жақсы. Бұлар негізі күн шықса, күн жылынса туады ғой негізі. Бұларға реніш жоқ енді, өкпе жоқ бұларға. Себебі қора салқындау. Менің бір ағам айтатын еді. Айтады да қазірде біздің тауықтар мызы ғой деп. Сондықтан да тауықтар біздің мызы негізі. Салқын қорада қыстап шығады. Есесіне еще жұмыртқа туады. Сондықтан да бұл тауықтарға өкпе жоқ. Осылай. Мына брамалар негізі әлсіздеу болып келеді екен. Брама салқынға шыдамайды. Жылы қора керек брамаға. Себебі бұлардың енесі бар еді. Сол өліп қалды. Біздің жергілікті тауықтарымыз, өзіміздің тауықтарымыз мықты негізі. Қысқа төзімді. Бұл тауықтың да тарихы тереңде жатыр. Осы анам себепкер болып еді осы тауықтардың алуына. Содан бері бір 20 жыл бұрын тауық ұстадық. Содан бері үзілмей келе жатыр тауықты. Осылай. Енді 25 тауықтай бар ау деймін, қалғандары әтеш ау деймін. 3 әтеш бар мына жерде. 2 үлкен әтеш, міне мынау. Бір балапан әтеш. Бұларға енді не бересіздер дейсіздер ғой. Бұларға біздер ракушняк сындырамыз, ұнтатып. Сосын малдың сүйегін күйдіріп, оны да балғамен ұнтатып, араластырып, одан кейін күл да құм да береміз. Осылай қаражатсыз витаминдер береміз, қаражатқа тірелмейтіндей. Мыналар да шығып кетейін. Сондықтан да шүкір туып жатыр. Күн жылынса молайтып жатыр. Ақпан айынан бастап туды ғой бұлар.
осылай. Енді жауып қоямыз. Себебі ашық тастауға болмайды. Сауысқандарды алып кетіп жатыр жұмыртқасын. Қиындау болды. Мына жерде барлығы үй болған, мынадан кейін қазір азайып қалды. 60 үй бар. Онда Аллаға шүкір, енді ауылда газ кіріп, міне бұрынғы ошақ, бұрынғы мұржаның тұр әлі құлатқан жоқпыз. Сондықтан да ауылға келіңіздер, өздеріңіздің ауылдарыңызға барыңыздар. Ауыл жақсы ғой негізі. Ауыл жақсы, мал шаруашылығымен айналыссаңыздар, өте керемет. Өзіңізге жұмыс жасайсыз деген сияқты. Еңбектенсеңіз бәрі болады. Бізге былтыр келді 2025 көгілдір оты. Былтыр ғана осындай уақытта біздер от жағып жаттық қой негізі. Мал жайлап келеміз. Тоң. Одан от жағылмаған, көңіл күйің түсіп кетеді. Содан отқа кірісесің. Ол бір үлкен нығмет екен. Ештен кеш демекші, бізге кеште болса да көгілдір оты келді. Аллаға шүкір. Міне мына сауысқандар жүр, міне көз алдыңызда. Оңбаған құс екен мына. Өте қу сондай. Қолында қару бар екенін біледі, тас бар екенін біледі. Қазір мен қолымда смартфон бар екенін біліп, ұшпай отыр әне. Міне. Білет қауіпсіз екен, міне. Осыдан 10 жыл бұрын флягымен суа келетін едік құдықтан. Ол да қалды. Қазір жағдай, Аллаға шүкір, инфрақұрылым бар десек болады, сәл де болса. Мынау міне мұржаның орны, мұржа міне мынау. Рабочий емес, жұмыс жасамайды. Вавилон сияқты болып тұр ма? Башня. Қазір сіздерге қауықтың ракушняк, міне мынандай ракушняктарды, осы ракушнякты ұнтатамыз мына төске. Және де сүйектің несі. Мынау міне 20 литрлік шелекпен полный болды, мынау толы. Қазір қалғаны міне сүйекпен, сүйектің тағы күл, ракушняк бәрі бар. Осыны береміз. Жай жұмыртқалап жатыр осымен. Аллаға шүкір. Сіздермен бірге ауыл әлемі арнасы. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер. Өздеріңіздің реакцияларыңызды білдіре отырыңыздар.